Жас Ахметтің зеректігі мен алғырлығына қызыққан бір ғалым оны Иранға алып кетіп оқытқан дегенде сөз бар. Шығыстың дін орталықтары мен ірі-ірі қалаларын, тұрмысы мен кәсібін, тіршілігін көзімен көрген жас жігіт өзінің білімі мен түсінік танымын кеңейтеді, өмірге деген көзқарасын қалыптастырады. 17 жасқа толған соң ақын туған жері Түркістанға оралып, сол кезде аты ғана бар Яссы деген жерге қоныс тебеді. Содан сол жерге жұрт біртіндеп жиналып қалаға айналады. Кейінгі ғасырларда Яссауи аты жайылған соң, бұл мекен діни және мәдениет орталығы ретінде танылды. Қожа Ахмет Яссауи қайтыс болғаннан кейін, әйгілі Ақсақ Темір оның басына Орта Азияда теңдесі жоқ керемет күмбез салдырды. Ғимараттың биіктігі 37 метрден асады. Бұл кесене әлі күнге аспанмен таласып, сән сәулетін бұзбай, асқақ тұр. Керемет күмбез қазір әлемдік мәдени мұралар қатарына енген.